Ассаламу алейкум. Беляши дайындаймыз. Ең алдымен жылы суға ашқы, секер, тұз салып, сұйық май қойып, ұнымызды сала отырып, қамыр илейміз. Қолға жабысқақ, жұмсақ болу керек. Бетін жауып көтерілгенше қоямыз. Енді тартылған етке жуа салып, тұз, бұрыш салып, араластырып, салмасын дайындап қоямыз. Көтерілген қамырымызды алып, осылай қолымызбен үзіп алып, енді осылай домалақтап алып, сұйық маймен қолымызды майлап жайып аламыз. Енді ортасына салмасын саламыз. Осылай видеодағыдай бүгіп шығамыз, ортасына тесік қалдырып. Енді табамызға май құйып, қыздырып қоямыз да, дайын беляшиларымыздың тесік жағын бірінші саламыз табаға. Осылай екі жағы қызарғанша орташа отта пісіреміз. Осымен беляшиларымыз дайын. Ас болсын.